Арқалық Қазақстанның солтүстік өңірінде орналасқан қала, Қостанай облысына қарайды. Ол 1956 жылы Торғай боксит кен орнын игеруге байланысты құрылды. 90 жылдары Кеңес одағы тарағаннан кейін Арқалық қиын кезеңді бастан өткерді. Қала негізінен боксит өндірісіне тәуелді болғандықтан Кеңес одағы ыдыраған соң өндіріс көлемі азайды. Осыған байланысты жұмыс орындары қысқарып, халықтың көп бөлігі басқа өңірлерге көшуге мәжбүр болды. Арқалықтағы ең маңызды нысандардың бірі ол Торғай. Боксит кен бағдарламасы ол елдің алюминий өнеркәсібі үшін маңызды шикізат көзі болды. Бірақ оған 90 жылдар экономикалық дағдарысқа ұшырады. Білім беру мен мәдениет саласы да қиындықтар көрді. Торғай мемлекеттік педагогикалық институты, қазіргі Арқалық педагогикалық институты, өндіріндегі білім беру орталығы болып қала береді. Сонымен қатар қалада Дала қоңырау газеті және басқа да басылымдар шығып тұрады. Көші-қон 90 жылдарға Арқалықтағы басты мәселелердің бірі болды. Экономикалық жағдайы нашарлауынан көптеген тұрғындар, әсіресе жастар мен мамандар басқа қалаларға көшті. Халық саны күрт азайды. Бұл қала инфрақұрылымына да әсер етті. Дегенмен 90 жылдары Арқалықта әлеуметтік және мәдени өмір тоқтаған жоқ. Қаладағы театрлар, спорт кешендері және басқа да мәдени мекендермен жұмыс жалғастырылды. 1997 жылы әкімшілік реформаға байланысты Торғай облысы тартылып, Арқалық облысы орталығы мәртебесінен айырылды. Бұл да қаланың экономикалық жағдайына қосымша қиындықтар әкелді. Қорықта айтқанда 90 жылдары Арқалық экономикалық қиындықтарға қарамастан өзінің тарихи, мәдени және өндірістік маңызын сақтап қалды. 1990 жылдары Арқалық үлкен қиындықтарға тап болды. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін қаладағы негізгі өндіріс Торғай боксит кен бағдарламасы дағдарысқа ұшырады. Жұмыс орындары қысқартылып, халықтың көп бөлігі басқа өңірлерге көшуге мәжбүр болды. 1997 жылы Торғай облысы тартылып, Арқалық облысы орталығы мәртебесінен айырылды. Бұл жағдай қаланың экономикалық жағдайына қосымша қиындықтар әкелді. 2000 жылдары қала біртіндеп қайта жандана бастады. Мемлекет тарапынан инфрақұрылымды дамытуға көңіл бөлді. Жолдар жөнделіп, әлеуметтік нысандар жаңғыртылды. Білім беру саласында Арқалық педагогикалық институты өз жұмысын жалғастырып, өңірдің білім орталығы ретінде сақталып қалды. 2010 жылдары қала бірқатар маңызды өзгерістер болды. Нұрлы жол бағдарламасы аясында жаңа тұрғын үйлер салынып, көлік қатынасы жақсарды. Әуежай мен теміржол инфрақұрылымы жаңғыртылды. Өндіріс саласында зауыт ашылуы мен қайта өңдеу өнеркәсібі дами бастады. 2020 жылдан бастап Арқалықты одан әрі дамытуға бағытталған жаңа жобалар іске асырылды. Экологиялық жағдайды жақсарту, жаңғыртылатын энергия көздерін дамыту жұмыстары қолға алынды. Мемлекет жастарды қолдануға жаңа жұмыс орындарын ашуға ерекше мән беріп отырды. Қазіргі таңда қала экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан тұрақты дамып келеді. Арқалық өзінің тарихи маңызын сақтап, болашаққа нық қадам басып келеді.